Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Бұл өте батыл әрекет болды. Инам емші дайындаған сусынды ішкісі келмей, оны терезеден төгіп тастады. Мен саған сенемін, Тәңір Иса. Мені емде. Қыз тез сауығып кетті. Инам сауыққан бойда бірден джунглидегі шағын қауымдағы жиынға кетті. Ол басқа сенушілермен бірге Иса туралы керемет әндерді қуанышпен айтты. Содан кейін Инам сенушілерге Иса оның дұғасына жауап беріп, оны сауықтырғаны туралы айтып берді. Анаң не деді? Оның ойынша сені кім емдеді? Емшінің берген сусыны маған көмектесті деп ойлайды. Ал сен оған шындықты айтасың ба? Инам үйіне қайтып бара жатып, осы туралы ойлады. Оны Исаға сенгені үшін жиі ұратын. Келесі күні Инам ас үйге кіргенде, анасының көк шөпті кесіп жатқанын көрді. Анашым, емшінің сусыны мені емдеді деп ойлаған боларсыз. Бірақ мүлдем солай емес. Мен оны терезеден төгіп тастадым. Иса мені сауықтырды. Солай ма? Демек сен бізден де қу екенсің. Бұл сөздер ашулы дауыспен айтылмады. Керісінше, ата-анасы қызының көп соққыға ұшырағанына қарамастан, батылдығы мен Исаға сенгеніне көптен бері таң қалып жүрді. Анасы күнге қарады. Инам, қауымға баратын уақыт болды. Инам анасын қуана құшақтап алды. Ол жиналысқа алғаш рет ата-анасының рұқсатымен барды. Көп ұзамай ата-анасы да онымен бірге қауымға бара бастады. Инам қауымда әкесі мен анасының ортасында отырғанды жақсы көретін. Олар бірге Иса туралы оқиғаларды тыңдады. Оның ата-анасы қауымда естігендері туралы көп ойланып, өз діндерін Исаға деген сеніммен салыстырды. Исаға деген сенім олардың қыздарына күш-қуатты бергені сонша, ол соққыға қарамастан Исаға адал болып қалды. Сөйтіп, бір күні Инамның ата-анасы Исаның жолымен жүруді шешті. Инамның өмірін көрген олар Исаның тірі екеніне сенді. Қыздары Инам талай соққыға жығылғанына қарамастан Исаға адал болып қалды және оған деген сүйіспеншілігі күннен күнге арта берді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.